Bismillah. Жаттығулар. Тәмрин деген жаттығу деген сөз. Мәлләзи ятараккабу минал хуруфил хижаияти. Алфавит әріптерінен татараккабу құралатын нәрсе не ол дейді. Алфавит әріптерінен не нәрсе құралады? Алфавит әріптерінен әлиф, ба, та, са деген сияқты әріптерден не құралады? Калимат құралады, сөздер құралады. Фи кам науин танхасирул калимат. Сөздер қанша түрде шектеледі дейді. Калимат сөздер үш түрде шектеледі. Харф, фиал, эфиал, исм, харф деген үш түрде. Мәлләзи ядулу алейхи фиалли. Мәлләзи ядулу алейхи фиал. Фиал сілтейтін нәрсе не ол дейді. Фиал сілтейтін нәрсе екі нәрсеге сілтейді. Мысалы, катаба жаз деген фиал уақытқа сілтейді. Жазу үшін өткен шақта болғанда мысалы, және мағынаға сілтейді. Жазу ісі деген мағынаға сілтейді. Өзкір ашрат афғал. 10 фиғылды айт дейді. 10 фиғылды айту керек дейді. Оны айтып көрейік. Катаба жазды, қараа оқыды, жаласа отырды, хаража шықты, саада вақытты болды деген сияқты 10 фиғылды өзіміз айтып көрейік. Өзкір хамсата асма минал асма иннас. Адамдардың атынан 5 атты ата дейді. Оңай ғой. Мұхаммед, Джафар деген сияқты айтып көресіз. Мислаха мин асма ил ажнас. Және жыныс исімдерде сол сияқты айт дейді. Жыныс деп, жыныс исімдері деп, ажнас деген жинс деген жекешесі. Жинс исімдері деген хайуан жазып қойыпты. Хайуанның жыныстарынан айт дейді. Түрлерінен айт деген сөз ғой. Мысалы, намыр, дуббун, зиппун, арнабун деген сияқты хайуанның аттарын айту керек. Ванабат өсімдіктердің аттарын айта дейді. Портуқол, томатис деген сияқты өсімдіктердің атын айта дейді. Маус, мысалы, курзун деген сияқты. Вәл жамат, және де жансыз заттардың атауын ата дейді. Назаратун, китабун деген сияқты жансыз заттардың атын айтып шығу керек дейді. Әрқайсысына 5-5-тен айтып шық дейді. Ол оңай екен, Айнил афғал ва асма вал хуруфа мин хазихил калимат. Фиғылдерді, исімдерді және харфтерді осы сөздердің ішінен не істе дейді? Айин, ажыратып бер дейді. Тағайындап ажырат дейді. Яғни мына жерден фиғылдерді, исімдерді табу керек. Қаламын, қалам деген бұл исім. Мин деген фиғыл, данден тантен. Катаба жазы фиғыл. Варақун, парақ деген бұл исім. Ютолиу, оқиды деген бұл фиғыл. Махмудун исім. Фи хар. Ятаалламу тәлім алады фиғыл. Фаросун жылқы деген бұл исім. Ихфаз жатта деген фиғыл. Хамамун кептер исім. Иля қайда, қай жаққа қарай харф. Хадоро келді бұл фиғыл. Сумма сосын бұл харф. Бардатун роза бұл исім. Айн ма ядхару лака минал афғал вал асмаи вал хуруфи фи хазихил ибарат. Осы сөздердің ішіндегі саған көрініп тұрған фиғыл, исім, харфты ажырат дейді. Айн ажырат, ма ядхару саған анық болған нәрсені лака минал афғали фиғылдерден, исімдерден және харфтерден фи хазихил ибаратына сөздердің ішінде. Яғни мына сөздердің ішінен фиғыл, исім, харфты ажырату керек. Ан-нилу нахрун янбуу мин ауаситил ифриқияти. Нил Африканың орта жақтарынан бастау алатын өзен дейді. Ан-нил өзен, ан-нил нил деген, нахрун ол бір өзен, янбуу бастау алатын, янбуу деген мағынасы. Набаа, янбау, нубуун, набуун деген сөзден шығады, бастау алу деген мағынаны білдіреді. Мен ауаситил ифриқия, Африканың орталарынан бастау алатын дейді. Ан-нил деген исім, нахрун деген исім, янбуу деген фиғыл, мин деген харф, ауасити деген, васотун дегеннің көпшесі, орта жақтары, орталар деген сөз. Бұл исім, ифриқия бұл исім. Ваясубу фил бахрил малих дейді. Және құяды, малих, тұзды теңізге құяды дейді. Ва деген харф, ясубу деген фиғыл, фи деген харф, бахр деген исім,
Malih деген isim. Ваямур биладал Мисро дейді. Және Мысырдың қалаларынан өтеді дейді. Ва харф ямурру фи'л би билади, би деген харф, билади деген isim, Мисро деген isim. Фаюфиду ала ардиха ал-хасба ва намаа. Және